Алаяқтарды қалай тануға болады? Күдікті интернет дүкендер мен сату сайттарындағы жарнамалар OLX, Колеса, Крыша, Instagram, Telegram көбінесе сатып алушыны сөзбен тартады. Науқан саны шектеулі. Жедел сату көбінесе сатып алынатын заттың, көліктің, пәтердің бағасы нарықтан әлдеқайда арзан. Сатушыда курьерлік жеткізу және сатып алушы өзі тауарды алып кете алмайды. Сатушымен кері байланыс жоқ. Тек мессенджерлер арқылы хат алмасуы бар. Тауарлар мен қызметтер туралы пікірлер жоқ. Немесе тек жақсы ғана пікірлер жазылған. Сату тарихы жоқ. Парақша жақында тіркелген. Тауарлардың сипаттамасында дәлсіздіктер бар. Сатушы сатып алушыны әртүрлі сылтаулармен төлем жасауды асықтырады. Немесе алдын ала Kiwi әмиянына төлем жасауды сұрайды. Абоненттік нөмірдің балансын толтыруды сұрайды. Халықаралық картаға ақша жіберуіңізді сұрайды. Білу маңызды. Сатушы сіздің банктың картаңыздың деректерін талап етуге құқылы емес. Kiwi әмиянына ақша жібермеңіз. Өнімді сатып алу кезінде алдын ала төлем жасауға келіспеңіз. Сондай-ақ пәтер жалдау кезінде тұтынушы сатып алудан бас тартуға құқылы. Егер сізге және сіздің жақындарыңызға қатысты қылмыс жасалған болса, дереу 102 нөмір бойынша полицияға хабарласыңыз.